Сәлеметсіздер ме балалар? Алматы облысы Қаратал ауданы. Бекен Римова атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар. Орта мектеп гимназиясының 3-ші деңгейлі бастауыш сынып мұғалімі Сабалинова Айгүл Алиқызы. 1-ші сынып математика сабағы. Күнделікті өмірдегі есептеулер бөлімінің 5-ші сабағы. Ал балалар, енді бір-бірімізбен амандасып алайық. Ерте тұрып күндемен, тереземді ашамын. Сәлем деймін күнге мен, шаттық әнге басамын. Айналама қарасам, ғажайыптар қаншама, сан жетпейді санасам, сәлем деймін баршаңа. Мінекей балалар, қазір барлығымыз бір-бірімізбен амандасып, көңіл күйімізді көтердік. Олай болса, бүгінгі сабаққа барлығыңа сәттілік тілеймін. Енді сұрақ менен жауап сенен әдіс арқылы өткен сабақты еске түсіре отырып, мына сұрақтарға жауап берейік. Монета дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Монета дегеніміз металдан жасалынған ақша. Ал енді құны ең кіші монета, ол қандай монета? Әрине балалар, құны ең кіші монета 1 теңге. Ал құны ең жоғарғы монета қандай монета болмақ? Дұрыс айтасыздар балалар, керемет жауап. Себебі қазіргі кезде құны ең жоғарғы монета 200 теңге болып табылады. Ал біздің ұлттық валютамыз қалай аталады? Дұрыс айтасыздар балалар, біздің ұлттық валютамыз теңге деп аталады екен. Жарайсыздар балалар, керемет. Ал енді балалар, келесі сабағымыз бастамастан бұрын мына бейнебаянға назар аударайық. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бір қатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу – ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Ал қанекей балалар, видео сабақты тамашалай отырып, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ? Тамаша, сабағымыздың тақырыбы монеталар мен төлеу. Сабағымыздың мақсаты сендер төлем жасау үшін монеталарды қалай сақтау керек екенін үйренесіңдер. Бағалау критерийі: монеталарды ұсақтайсыңдар, монеталармен төлем жасаймыз. Ал енді келесі монеталарды ұсақта тапсырмасына назар аударып қараймыз. Бұл тапсырмада 4 нұсқа берілген. Әрбір нұсқада көрсетілген монеталарды қалай ұсақтауға болатынын үйренейік. 10 теңгелік бір монетаны 5 теңгелік 2 монета арқылы сақтай аламыз. 20 теңгелік бір монетаны 10 теңгелік 2 монета арқылы сақтаймыз. 5 теңгелік бір монетаны 2 теңгелік 2 монетамен және 1 теңгелік бір монетамен сақтадық. Ал енді 2 теңгелік бір монетаны 1 теңгелік 2 монета арқылы сақтауға болатынын көрдік. Тамаша балалар, олай болса келесі ойланып ойыңды дәлелде әдісі арқылы мына тапсырманы орындайық. Мәтін есепті мұқият тыңдаймыз. Монеталармен қалай тура төлем жасау керек екенін дәлелдеңдер. Ал енді балалар, бұл тапсырманы орындау үшін дескриптігін бір қадамын ұсынып отырмын. Өте мұқият болайық. Анардың 20 теңгелік монета мен 60 теңге ақшасы бар. Ол алма, алмұрт және қара өрік сатып алмақшы болды. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін анар ақшасын қалай сақтауы керек? Қане ойланайық. Тексерейік балалар. Қара өрік 10 теңге болса, алмұрт 20 теңге тұрса, алмамыздың да бағасы 20 теңге болатын болса, бұл жемістердің барлығының құны неше теңге болмақ? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл жемістердің құны 50 теңге. Ал біздің анардың қолында барлығы неше теңгелік монета болды?
Дұрыс айтасыздар балалар. 60 теңге монетасы болды. Ал енді осы жемістерді алу үшін біздің Анар дүкеншіге осы 60 теңгесін қалай сақтауы керек? Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Тамаша жауап. 60 теңгелік монетаны 20 теңгелік 2 монета мен 10 теңгелік 2 монета арқылы сақтаймыз. 60 теңгелік монетаны тағы сондай 10 теңгелік 6 монетамен де сақтай алдыңыздар. Тамаша. 60 теңгелік монетаны 3-10 теңгелік монета мен 5-6 теңгелік монета арқылы да сақтап көрсеттіңіздер. Тамаша балалар, жарайсыздар. Керемет. Минуттық шешім әдісі арқылы орындап көр, ойлан тапсырмаларын өте жылдамдықпен орындап көрейік. Ал енді бұл тапсырманы орындау үшін дескриптордың бір қадамын ұсынып отырмын. Өте мұқият болайық балалар. Ал кеттік, орындап көр. Банан сатып ал. Қолданатын монета саны аз болсын. Егер бананымыз 70 теңге тұратын болса, біз қандай монеталарды пайдаланып, осы бананды сатып ала аламыз? Кәне ойланайық балалар. Дұрыс айтасыздар балалар. Өте жақсы. Тамаша жауап. 50 теңгелік бір монета мен 20 теңгелік бір монетаны пайдаландық. Ал енді ойлан тапсырмасына мұқият болайық. 20 теңгелік 2 монетаны қалай сақтауға болады? Қане балалар, жылдамдық керек. Тамаша жауап. Біз 20 теңгелік 2 монетаны 10 теңгелік 4 монетамен сақтай алдық. Керемет балалар. Олай болса бұл тапсырмаға берілген дескриптордың бір қадамын өте жақсы орындай алдыңыздар. Ал енді балалар, келесі сергіту сәтіне назар салып, бірге сергіп алайық. Алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Өте жақсы балалар. Біраз сергіп алсақ, онда келесі дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптеріміздің 81-ші бетіндегі жұмыс парағына қараймыз. Сатып алған заттың құнын төле тапсырмасы. Заттардың құнын қандай монеталармен төлеуге болады? Қажетті монеталардың суретін салайық. Және бірнеше тәсілін көрсетуіміз қажет. Қане балалар, орындайық. Жарайсыздар балалар. Олай болса келесі 82-ші жұмыс парағына қараймыз. Монеталармен төлеу тапсырмасы. Бұл тапсырмада қажетті монеталарды таңдап алып, егер біздің сызғышымыз 18 теңге тұратын болса, сызғыштың құнын төлеу үшін қандай монеталарды пайдаланамыз? Әрбір нұсқада оларды қоршап сызып көрсетейік. Дәптерімізде 3 нұсқасы көрсетілген. Осы 3 нұсқада да біз оларды қоршап көрсетейік. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, керемет жұмыс жасадық. Мінекей балалар, бүгінгі сабақта біз сіздермен монеталармен төлеу сабағын қаншалықты, қай деңгейде меңгергендіктеріңізді қолдарыңызда тұрған смайликтеріңізді көрсету арқылы маған белгі беріңдерші. Тамаша балалар, өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі оқу тапсырмамыз шайға төле. Сәуленің 10 теңгелік 3 монетасы бар. Ол бір кесе шай мен бір кесе қантқа ақшаны тура төлеу үшін қолындағы ақшасын қалай сақтауы керек? Осы тапсырмаға ойланып келіңдер. Мінекей балалар, осымен біздің математика сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.